Асыл анамыз Тілеуова Ләззат Кенжеғұлқызы 1960 жылы 10 қазанда мұғалімдер отбасы Кенжеғұл ата мен Дәмеш әжеміздің жанұясында 9 ағайынның 5 перзенті боп дүниеге келді. Бала кезінен шығармашылыққа жақын Амангелді ағасын ерекше жақсы көреді, үлгі тұтады, еліктеп өседі. Амангелді ағасы өмірден жас кетеді. Оқыстан келген ауыр қазаны анамыз ауыр көтереді. Ешкіммен сөйлеспей, ішіндегі дертін қағаз бетіне түсіреді. Аман ағасына білдей бүтін жоқтау альбом жасайды. Сол жылдар анамыз студент болды. 1984 жылы Нөкіс мемлекеттік университетінің филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті бөлімін қызыл дипломмен бітірді. 1984 жылдан бастап 2003 жылға дейін Қарақалпақстан Республикасы Қоңырат ауданында қазақ тілі мен әдебиет бәнінің мұғалімі болып жұмыс жасады. 2003 жылы Қазақстан Республикасына қоныс аударып, жаңа мектеп, жаңа орта, жаңа таныспен жаңа беделдерді бағындырды. Қарғалы ауданындағы Мамыт негізгі мектебі, Сазды орта мектебітерінде өте сыйлы ұстаз, ауылға қадірлі тұлға болды. Ақын жанды анамыз ойын, жүрек жарды сезімін өлең жолдармен жеткізетінді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халыққа жолдауына өз көзқарасын өлеңмен жеткізіп, президенттен алғыс хатпен марапатталды. Анамыз жүрегі жақсыға ғашық еді. Дос-жаран, құда-құдағи, көрші-қолаңның шексіз сыйлайтын, кез келген жиын тойды бір өзі бір ансамбльдей көтеріп отыратын. Ағайын туыс бауырға жақын жолдас, ақылшы бола білді. Кенже сіңлі Нұржанат тәтеміз анамыз үшін орны бөлек жан еді. Қуанса бірге қуанып, қиналса екесе қиналып отыратын Абзал анамыз бүкін ортамызда жоқ. Жолдасы әкеміз Уралов Меңдібай еңбек пәнінің мұғалімі. Екеуі 5 бала тәрбиелеп өсірді. Бәрі де жоғары білімді, отбасылы, балалы. Анамыз 2 немере, 8 жиен немере сүйді. Әкемізбен бақытты ғұмырын осы балалармен көріп келе жатырғанда сұм ажал ортамыздан алып кетті. Анамыз соңғы күндерін жақсы көңілді, есте қалардай керемет қылып өткізді. Тараз қаласында Қуат ағамызбен Кәмшат тәтеміздің немересінің шілдеханасын өткізіп, Алматыдағы Шербек жездемізбен Гүлшат апамыздың қонағы болып келген бойы Ақтауға жол тартып, Ерлан аға мен Ғали апаның қонағы болып барша бауырлардың ортасында мәз мейрам болып келгенді. Құдалары мен көршілерге, достар мен таныстарға жақсы сыйлы бола білген, анамыздың ескі алуасына келген әрбір жанға садақаларыңыз қабыл болсын дейміз. Анамыз әр қашан біздің жүрегімізде, жадымызда, ойымызда. Жансыз жүзіне анамның, көңіл жүдеп, көз жасаурап қараймын. 100 күн болды жетеді, ортамызға келгеніңді қалаймын. Қонақ келсе, шыр көбілек орта боп, жаным мама қарашы үйде қонақ көп. Апасын іздеген сіңлісі көп, сіңлісін күтіп алар апасы жоқ. Енді кіммен сырласамын, күлемін, енді кімнен ақыл кеңес тіледім. Сіздің иіс бөлек екен анашым, енді кімнің құшағына енемін. Жаным мама, жан қуатым едің ғой, сарқылмайтын ән шуағым едің ғой, жарығым деп бір көтеріп қоятын бал бұлағым, таң шынарым едің ғой. Жаным мама, жаңа жылда өтті ғой, жаным мама, қаңтар өтіп кетті ғой, өзіңіз мәпелеген ағырпек, құлныңыз таңда 3-ке жетті ғой. Көзге жылы, жас топырақ қырданық, әкеміз жүр, жүрегімен сызданып. Жаратқаннан, жаным мама, жұмақтан, балаларым жылап жатыр екен деп, бір мезетке үйге қайтшы сұранып. Тік мінез едіңіз ғой өресі екен, жаным мама, келместің кемесінен.
аударып тастап бері қарай бұрыңызшы, балаларым менсіз қалай сүреді деп. Сағыныштан жүрек тулап алқынды, жылап көз жасымыз сарқылды. Сұрапыл жол апаты кезінде мәңгілікке жоғалттық саф алтынды. Бақыт дейді, бақыт бар ма жалғанда? Көндіре ме тағдыр басқа салғанға? Өзімізді санаушы едік бақытты, анамыздың құшағында болғанда. Төрт бұрым, төрт құбыла арулары, Айдар мен Мәдикош қарулары, тізілген моншақтай немере жиен, тұмары, айдаш өні, асыл таңы. Амамның бар жыры осы өлеңі, жақыны, жүрегінің досы өлеңі. Өмірге келгенінен жырлап келген мамамның өзімен кетті өлеңі. Есіл ерке бұлан анам менің, бұлқына тасып еді, асып еді. Жүзі жаз, көңілі көктем кең пейілді, жақсының жүрегіне ғашық еді. Аяған жүрегі жоқ жолдасынан, сый көрді небір құрбы құрдасынан. Шәкірті бір мемлекет толатындай анамның тәлімі бөлек басқасынан. Әр баласын бір күнім бір төрем деген, Ақтөбеден көшпей мәңгі мекен деген, Айдарын Алматыға жібермеген, қыздарымды қалай қиып кетем деген. Жаным мама, 100 күн болды, жетер енді. Қайтшы үйге мамашым, жетер дебем. Жетер енді анашым, қайт жетерем. Енді кіммен сырласамын күлемін. Енді кімнен ақыл кеңес тіледім. Сіздің иіс бөлек екен анашым. Енді кімнің құшағына енемін. Сыйладың, мәпеледің, ұл-қызыңды жетеледің, мақсатына көздеген. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бұл өмірде, жалым биік өзгеден. Анашыма көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жанына жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Құласаң да жылама деп, бақыт тілер аяулым. Өзіңсіз ана күнім шықпас, көп ішінде өнім шықпас, ат үстінде жаяумын. Анашыма жанашырай, сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Анашыма көктегі күндей, көктемгі гүлдей, сепкен жаным.